Баршаңызға сәлем. Сүт өнімдерін неліктен көп тұтынамыз? Оның біз білмейтін пайдасы қандай? Сол туралы ақпарат беретін боламын. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Адамдар жабайы ешкі сүтін осыдан 10-11 мың жыл бұрын пайдалана бастаған дейді. Ал сиыр сүтін 9 мың жыл бұрын қазіргі Түркия жерінде пайдаланып көрген. Өте пайдалы өнім. Ғалымдар әлемде ең ұзақ жасайтын тау халқының сырын зерттей келе, олардың бас ас мәзірі сүттен құралған көз жеткізеді. Яғни тек айран, қаймақ, ірімшік деген сияқты табиғи өнімдер. Ал Африка құрлығының күншығысын мекен еткен адамдардың сүтті көп пайдаланатынынан жүрек қан тамыры аурулары аз кездеседі екен. Бұл қызықты қараңыз. Нақты дәйектерге сүйенер болсақ, сүт өнімінде тірі ағзаның дамуына, өсуіне керекті заттардың 200-дей түрі бар екен. Ол заттар қандай деп тұрған боларсыз? Белок, май, минералды тұз, сан түрлі дәрумендер, сүттің қанты, түрлі ферменттер деп кете береді. Біз атап өткен заттар адам ағзасына пайдалы екені рас. Оған қосымша өте тез сіңіп кетеді. Көпке белгілі орыс ғалымы Павлов адам пайдаланатын тамақ түрлерінің ішінде сүттің орны орасан екенін баса айтып кеткен. Оны күнделікті тәжірибеден бөлек медицинаның өзі қуаттайды. Көпшілігіміз сүттің жеңіл әрі бойға жұғымды өнім екенін мойындаймыз. Сол сияқты ас қорыту мен жүрек қан тамыры ауруымен сырқатпен ауыратын адамдар пайдаланса құба-құп. Табиғаттың өзі беріп тұрған өнімдердің ішінде сүттің орны ерекше деп айтып кетеді Павлов. Бұл өнімнің жоғары қоректік қасиетін мына дәйектер арқылы толықтыруға болады. Яғни 1 литр сүтте 150 грамм белок бар. Яғни бұл 5 жұмыртқа мен 1 келі нандағы белокпен пара-пар. Сүттің бар болғаны 0,5 литр адам баласының бір күндік амин қышқылының орнын толтырады. Ал 1 литр май, кальций, фосфор, рибофлавинге қажеттілігін толық өтесе, белоктың мөлшерін жартылай, аскорбин қышқылы, ретинол, тиаминге қажеттілігінің 1/3 бөлігін қанағаттандыра алады. Кей ғалымдар өз жазбаларында сүтті өмір шырына, денсаулықтың қайнар көзі деп атай келе, құнары жағынан сүтке тең келетін өнім жоғын, ол көпшілігінің орнын алмастыра алатынын, ал сүттің орнын ешқандай тағам баса алмайтынын айтады. Ол еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейін пайдалы екенін айтып кетеді. Көне медицина реформасында ежелгі грек дәрігері Гиппократ сүттің шипасы туралы жақсы білген. Ол бұл өнімнің қандай дерттерге ем болғанын, ал қандай сырқаттарға көмек көрсетпегенін жіпке тізгендей көрсетіп кетіпті. Сол сияқты әр мал сүтінің өзіне тін қасиеті де айырып көрсетеді. Мәселен, ешкі мен бие сүті омырау дертіне дәру болса, сиыр сүті құяң мен қаназдыққа ем. Бір қызығы, есек сүтінде пайдасы орасан зор екенін айта кеткен. Гиппократ стресске түсіп, жүйкесі тозып, жүдеп, ашуға берілген жандар сүт ішсе жақсарады дегенді де айтып кетіпті. Сүт турасында атақты ғалым Ибн Сина да өзінің дәрігерлік ғылым қағидасы кітабында сөз қозғайды. Ол аталмыш еңбегінде сүттің кәрі мен жасқа бірдей ортақ ас екенін, әсіресе жас егде кісілерге таптырмас өнім екенін жазған. Қызығы, араб еліне аты мәшһүр болған ғалым есек пен ешкі сүтінің шипасын айтып, оларға тұз немесе бал қосып ішу керектігін бұйырады. Италия мемлекетінде біздің заманымызға дейін 3 ғасырларда шипасы тиетін сүт алу мақсаттарында сиырларға түрлі шөптерді берген екен. Ол уақытта зеңгі баба баласы шығатын жайылымдардың ботаникалық құрылымын баптап ұстаған жандар арнайы марапаттарға ие болыпты. Орыс ұлтынан шыққан терапевтар дәрігер атақты ғалым Боткин өзінің жасаған зерттеулеріне сүйене отырып, сүттің жүрек пен бүйрекке таптырмас ем екенін жазады. Балалардың ішек жолдарының ауруына ешкі сүтін пайдаланып, жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Сонымен қатар, өкпесінде кінараты бар науқастарға пайдаланғанда да оң нәтижеге қол жеткізген екен. Сүтте
сілті реакциясы болғандықтан асқазанындағы қышқылдығы жоғары жандар ішкені жақсы дейді. Сүттің қасиеті мұнымен тоқтап қалмайтынын дәлелдеген дәрігерлер аллергиясы, теміреткісі, демікпесі, безгегі бар жандар құлан-таза айығумен осы өнімді пайдаланыпты. Айтпақшы, ешкі сүті шипа деген сөз жиі естіп жүреміз. Негізі, қой сүті де одан қалыс қалмайды. Тағы бір емдік сүттің пайдасы туралы сөз қозғайық. Бұл ретте 4 түлік малдан бөлек әркімнің қолы жете бермейтін бөкен сүтінің емдік қасиеті туралы айтылмақ. Әртүрлі күйіктен қалған жараны тезірек айықтырам десеңіз, ит тістеген орынның білінбей жылдам жазылуын қаласаңыз, сона шаққан орынды уақытынан бұрын емдегіңіз келсе, бөкен сүтін жаққан жөн. Бұл тұрғыда дәрігерлер ол сүтті жаққанның екінші күні-ақ өзінің оң әсерін тигізіп, жара аузының тезірек бітуін қамтамасыз етіп, қабыну процесін, қышуын тоқтатып, өте аз уақытта жақсы әсер беретіндігін айтады. Бөкен сүтінің шипасы мұнымен тоқтамақ емес. Ол асқазан ішек жолдарының түрлі дерттерін тоқтатып, созылмалы гастритті емдеп, өкпе сырқаттарын айықтырады. Тағы бір айта кетерлігі сүт семіздіктен құтқарып, бауыр мен ұйқы безіндегі кей дерттердің жазылуын қамтамасыз етеді. Жапониялық бір дәрігер атом бомбасынан кейін пациенттеріне бірнеше препараттарды қолдана отырып, оған қосымша айраннан жасалған йогуртты беріп отырыпты. Радиоактивті сәуледен зардап шеккен 7 адам 3 айдың ішінде ауруларынан құлан-таза айыққан екен. Сол сияқты 365 күнде 50 адамға сондай-ақ зиянды сәуле түсіріп, 1 литр айранды беріп отырғанда олардың ешбірі зардап шекпепті. Күншығыс елінің медицина қызметкерлері сүттің құрамындағы цистин мен глутатион атомның сәуле шығаруынан болатын зиянды заттардан адам организмін қорғайтындығына көз жеткізді. Әрбір адам дүниеге келген уақытта анасының сүтін қорек ететіні жайдан жай емес. Барлық пайдалы дәруменді сақтаған ана сүті баланың бірнеше ай азығы болады. Сүт нәрестенің тезірек әл жинауына көмектесетін нәрлі заттарға бай. Қазіргі уақытта медициналық өлшемде жасы келген қария кісілердің тәулігіне қабылдайтын тамақтарының ішіндегі белоктың 1/3 ірімшік, сүт не сыр болуы керек деп нәрсе бар. Оған қоса жүкті немесе емізулі баласы бар аналар күн сайын сүт өнімін қабылдап тұруы керек. Жалпы сүт өнімдерін күнделікті тұтынуға тырысыңыз, денсаулығыңыз мықты болсын дегім келеді. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.